бүгін осындай шын жүректен алғыс айтатын күн болғаннан кейін шын жүректен сіздерді осындай концертпен келіп отырсыңдар, құттықтаймын. Енді мына Қарақат менде бір жақсылық жасасам ба деп тұр. Сондықтан да жақсылық жасайды. Кез келіп тұр, екеуіміз бір жақсылық жасайық. 30 күнде 70 баспана акциясының және еңбекке құрмет жылы аясында Республикалық Қаракет қайырымдылық қорының 577-ші баспанасы жалғыз басты 5 балалы ана Абдуахитова Әсемгүлге табысталады. Мына молодец, жақсылық жасадың бір семьяға. Ал енді біздің университеттің атынан мына жерде холодильник, микроволновка, үйге не керек пылесосына дейін біздің ұжымның атынан сіздерге Жетісу университетінің басшысы Қуат Маратұлы, сізге үлкен алғыс. Сонау Қостанайдан осы жаққа пана іздеп, осы жақтан бала шағасын асырайын деп, жалғыз өзі 5 баласын ертіп келген жалғыз басты ана Әсемгүлге міне бүгін үй сыйлап отырмыз. Бәріне көп рахмет, Алла разы болсын. Балалардың қызығын көріңіз. Гүлмира апа, рахмет. Боласың. Рахмет.